ол үйде бір Тони дейтін бала тұратын ше. Тони аты негізі Еркінбек оның. Типа Тони да, бірақ ол ше. Тони, сосын бір семейдің Нұрдәулет дейтін бір бала болды. Сосын бір қыз болды, короче. Мен бар, тұрамыз сол үйде ше, төртеуміз. Сөйтіп бір күні ана қыз хостес болып істейді да бір ресторанда. Админ ғой ол, иә, хостес деген ана күтіп алатын нелер болады, саған отырғызатын дейтін сияқты ше. Сөйтті Тони мен дұрыс танымайды ана баланы. Аттарын айта беруге бола ма? Айта бер, көре екен олар. Тони, аты жүр родной. Тони мен Ердәулет екеуі дұрыс танымайды негізі. Бір-екі күн болды да тұрып жатқандарына үйде. Ана Нұрдәулет жақында келген, Нұрдәулет дедің бе, кім дедің? Ердәулет. Сөйтеді да түнде жатырым көресіз, түнгі бір ма, екі ма болып қалды. Кім жүрген үйде? Ердәулет. Тони звондаған, кесейік, короче, таныстық қой, күтіп алайын сені, қош келдің деген сияқты. Жаңа қыз жұмыс істейтін жерге, ресторанға барған. Ресторан ба, бірдеңе енді. Сөйткенде екеуі отырып ішкен ғой енді біраз. Алкоголь датқан. Сонымен түнде екілерде ма, екеуі келді, үй ана гүбір отырды. Ана хост болып істейтін қыз қайтып кеткен үйде жатыр да. Сөйтті андай. Жойын сен қарасаң, бірдеңе андай не то болып қалған ғой, короче, екеуі ішіп отырып ұрсып қалған ба, бірдеңе сөзге келіп қалған ба. Жоқ, енді сен маған енді 36 мың теңге ма сондай бересің ғой, енді екеуміз шығарып отырық қой деп Тони бірдеңе айтып жатыр да, короче. Тыңдап отырмын. Тони, қараны. Қара, я? Қара дейді. Мен бардым ма? Бір пицца тұрып, дастарханда, оның жарысы желінген. Бір кола болды, ол кішкене шілген. Сол 78 мың шықты ма? Екі кола болды ғой. Тони ше, короче. Сөйтеді, ана қызды таниды ғой дейгі. Екеуі келді ғой, короче, комната кірді. Звондаш, біз бана, сен істейтін жерге звонда, деді ғой. Звондады. Громкийға қой деді. Қойды. Қанша шығыпты шот жаңаларын айтшы нақы деді. 17 мың теңге шыққан ғой, короче. Анау мас болып қалды деп анадан ақша алып бақшы болған ба енді, бірдеңесі бар ғой. Жегізіп жатыр ма? Жегізіп жатыр, короче. Сен бар ғой деді. Тони ұтылды ғой ана жерде уже ше, короче. Вариант жоқ қызға. Сен бар ғой. Мен сияқты кайфовать етіп жүре алмайсың. Саған айтады. Бірдеңе айту керек болды. Сондай оқиға тыңдап жатқам. Жоқ, получается ол ана мас болған қолданып ақша жасамақшы болған ба? Білмеймін, короче, мен тұрғанда екеуі бір ара хаума деп жатқан сөздер болған ішінде ше, короче. Екеуі ішкен. Тони шот жапқан ғой енді, ананы типа келген. Сонымен енді жол бойы анадан сұрақ келіп жатыр ғой, шот мынандай шығып кетті, екеуміз бөліп төлейік, сен маған где-то бір 36 мың теңге, 35 мың теңге де бер деп жатыр. Анау айтып отыр, қалай ондай болады? Бір пицца болды, бір кола болды. Болды ғой деп жатыр да.